Сәлем қыздар, мен тоқыма әлеміме қош келдіңіздер. Мен орыстарда керемет сөз бар, как корабль назовешь, так он и поплывет деп. Мен өзім аккаунтым Instagram, осы YouTube каналымды тоқыма әлемі деген соң, мен тоқыма туралы бар білгенімді сіздермен бөлісіп жүрмін. Балалар киім болсын, үлкендер, орамалдар, шәлілер деген сияқты. Қазір менде шәлілер тоқылып жатыр. Мына керемет шәлі, егер керек болса, Инстаграмда опрос жүргізіп, мастер-класс жазамын, қажет болса. Жаңадан үйреніп жүргендерге. Ал егер де тәжірибелі шебер болсаңыз, онда сіздерге өздеріңіз-ақ үйреніп аласыздар. Міне қараңыздар, мына жерде біз қазір, мен не көрсетейін деп едім. Мен сіздерге мынау тоқыма бізімен тоқылған шәліге мынандай ілгекпен моншақ тағуды үйреткім келеді. Өте оңай болғасын, сіздермен бөлісуге асығып отырмын. Міне қараңыздар, мына жерде бізде 3 ілмек болып тұр. Осы үшеуінен, мына жерде мен орамалы алам, және осы 3 ілмектен мен біреуін шығаруым керек. Оны енді әртүрлі қылып ауыстырады әркім. Ойдағырда мына ортадағы ілмек, мына былай ортасында болып тұру керек, бетіне шығып. Енді қараңыздар, міне мен былай өткізіп алдым. Енді мына жерге мен моншақ өткізуім керек. Мен сұр моншақтарды алдым, бірыңғай сұр өткізейін деп. Так. Бірінші біз кішкентай, өздеріңіз білесіздер, тесіктен өте алатындай қылып өлшемді ілгек алып аламыз. Мен осыны алдым. Бұдан кішірегін алуға да болады. Енді не істейміз, қараңыздар. Мына жіпті тесіктен өткізіп аламыз керек. Мына өткізіп алдық, кәдімгідей өткізіп алдық. Вот, сөйтеміз да. Мына ілмекті неге бізге қайтадан іліп аламыз, болды. Келесі қатарда біз кәдімгідей тоқып кетеміз. Міне қараңыздар, мына тоқылғаны тұр. Ар жағында тұр моншақ. Мына жағында ештеңе жоқ. Теп-текс болып, әдем болып, осылай өткізіледі екен. Қыздар, тоқып көріңіздер, шәлілерге моншақтар өткізіп, осыны әдем болады. Әсіресе хит орамал тоқып жүрген қыздарға бір күшті лайфхак болды ау деймін. Орамал тоқып жүрген қыздар шәліні де, осындай шәліні де тоқи алады. Сау болыңыздар, каналыма қолдау көрсетіп, видеоларымды таратыңыздар. Таныс қыз келіншектер болса, жас қыздар болса, үлкен тоқыманы бұрын тоқып тастап кеткен апалар болса, бәріне көрсете беріңіздер. Менің каналымды, видеоларымның сілтемелерін жіберіп қойсаңыздар, менің каналым дамиды, көретін адамдар көбейеді. Және мен де шабыт алып, жаңа видеолар шығаратын болам. Сау болыңыздар.